Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бөлшектер, аралас сандар, су ресурстарын қорғау. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазайық. Жазып болсақ, назарымызды 110-шы беттегі бірінші тапсырмаға аударайық. Есепті шығар. Су тамшылап тұрған ақауы бар шүмектен күніне шамамен 10 литр, яғни бір шелек су ағып кетеді. Бір аптада қанша су пайдасыз ағып кетеді? Бір айда ше? Бұл табиғатқа қандай зиян келтіреді? Бір куб метр суға қанша ақша төленетінін біл, және ол отбасылық бюджетке қалай әсер ететінін есепте. Сонымен балалар, бір күнде шамамен қанша литр су кетеді екен? Дұрыс, 10 литрдей. Ал бір аптада қанша су пайдасыз ағып кетеді? Бізде бір аптада 7 күн бар. 7-ні 10 литрге көбейтсек, 70 литр. Сонда бір аптада 70 литр су пайдасыз ағады екен. Ал бір айда ше, ақпан айында қанша литр су ағып кетеді екен? Ақпан айында балалар бізде 28 күн бар. 28-ді 10-ға көбейтетіндей болсақ, 280 литрдей су пайдасыз ағып кетеді екен. Бұл табиғатқа қандай зиян келтіреді? Дұрыс айтасыңдар. Бұл табиғатта судың азаюына, тапшылығына әсерін тигізеді екен. Сондықтан суды мөлшерден тыс қолданбау керек. Жақсы. Келесі назарымызды ережеге аударайық. Натурал сан мен дұрыс бөлшектің қосындысы түрінде жазылған сан аралас сан деп аталады. Мысалы, қараңдаршы, 2 натурал сан 3-тен 1 бөлшек. 2 мен 3-тен 1-дің қосындысы балалар бізде аралас сан болады. 2 бүтін 3-тен 1. Аралас санды бүтін сан мен бөлшектің қосындысы түрінде жазуға болады екен. Назарымызды номер 3-ші есептің астына аударайық. Суретті пайдаланып, аралас сандарды жаз дейді. Бірінші суретке назарымызды аударайық. Неше бүтін алма көріп тұрсыңдар? Дұрыс, 1. Ал мына алма неше бөлікке бөлінген? 2 бөлікке бөлінген. Дұрыс, тең ортасынан, иә? Бірақ неше бөлігі суретте тұр? Дұрыс, 1 бөлігі. Сонда қандай аралас сан жазамыз балалар? 1 бүтін 2-ден 1. Жақсы. Келесі суретке назар аударайық. Суретте неше бүтін алма бар? 4. Жарайсың. Неше алма неше бөлікке бөлінген? 2. Бірақ неше бөлігі суретте көрсетілген? Енді оны аралас сан түрінде қалай жазамыз? Дәл солай 3-ші суретті де аралас сан түрінде жазып шығыңдар. Ал тексерейік. Бірінші бізде 1 бүтін 2-ден 1. Екінші суретте бізде 4 алма бүтін 2 бөлікке бөлінген, соның 1 бөлігі ғана суретте тұр. Сонда 4 бүтін 2-ден 1. Үшінші суретте 2 алма бүтін. Алманы 4 бөлікке бөлген, бірақ 3 бөлігі суретте көрсетілген. Сондықтан біз жазамыз 2 бүтін 4-тен 3. Келесі назарымызды әсіне аударайық. Аралас санды бүтін сан мен бөлшектің қосындысы түрінде жаз дейді. Ал орындаймыз. Орындап болсақ, тексерейік. 5 бүтін 9-дан 6, ол 5 пен 9-дан 6-ның қосындысы. 7 бүтін 42-ден 13, ол 7 мен 42-ден 13-дің қосындысы. 4 ол 4 бүтін 11-ден 5, ол 4 пен 11-ден 5-дің қосындысы. 87 бүтін 9-дан 7, ол 87 мен 9-дан 7-ның
қосындысы. Сендер дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі назарымызды балалар 4-ші тапсырмаға аударайық. Бұл жерде балалар ережені есімізге түсірейік. Натурал санды бүтін санға қосамыз, ал бөлшек бөлшекке қосылады. Видеоны тоқтатып, орындаңдар. Орындап болсақ, тексерейік. 5-ке 2,8-ден 3-ті қоссақ, 7,8-ден 3 шығады. 12,15-ден 8-ден 12-ні азайтсақ, 15-ден 8 шығады. Себебі балалар біз бірінші өрнекте бүтіндерін қостық, бөлшек сол күйінде жазылды. Екінші өрнекте бүтін сандарын азайттық, бөлшек сол күйінде қалды. Келесі 10,3-ден 4-тен 7-ні азайту керек. Біз бүтін саны 10-нан 7-ні азайтамыз, 3 бүтін болады, ал 3-тен 4 сол күйінде жазылады. Келесі 4,9-дан 1-ге 3,9-дан 4-ті қоссақ, біз балалар бүтінге бүтінді қосамыз, 4-ке 3-ті қосамыз, 7, ал бөлімдері бірдей болған жағдайда бөлімі сол күйінде жазылады да бөлшектің, алымдарын өзара қосамыз, сонда 7,9-дан 5. Сендер осылай дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Үй тапсырмасы 112-ші беттегі номер 9. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет.